Ассаламу алейкум, құрметті шәкірттер. Қалдарыңыз қалай? Осыған дейін өтіп жатқан сіздермен бірге Құран оқу әдебіне қатысты өткен үш ережемізді, үш әдеп түрлерін қайталап үлгердіңіздер ме? Жалпы түсінікті болып жатыр ма? Егер де қандай да бір қосымша сұрақтарыңыз туындаса тақырыптарға қатысты немесе қосымша, міндетті түрде видеоның астына сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар болады. Мен сіздерге сол видеоның астында жауап беремін, егер кішігірім сұрақ болатын болса. Ал егер жаңағыдай ашықтап түсіндіретіндей сұрақ болатын болса, онда арнайы мүмкін видео түсіретін шығармыз алдағы уақытта. Жалпы сабақтар қалай болып жатыр, ұнап жатыр ма, қандай да бір пайда әкеліп жатыр ма, шынымен сіздердің Құранға жақындауларыңызға себеп болып жатыр ма? Жалпы білмегендеріңізді үйреніп, білгендеріңізді одан бетер толықтыра түсіп жатқан боларсыздар мүмкін. Өтініш ойларыңызбен міндетті түрде бөлісіп отырыңыздар. Бұл біздің команда үшін өте пайдалы. Және де алдыға жылжуымызға, ары қарай сабақтардың жалғасуына да сіздердің қолдауларыңыз қажет. Сондықтан аянбай комментарийде сабақтар қалай болып жатқанын жазып бөлісіп отырсаңыздар екен дейміз. Алла разы болсын. Біз әрқайсы кезекті сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін 4-ші әдеп түрі. Құранды ұмыттым деп емес, Құран мені ұмытты деп айту деген тақырып. Әдептің, яғни тақырып осылай аталады. Жалпы біз осыған дейін өткен әдептерде үйрендік. Құранды қайталап жүруіміз керек екендігін, Құран оқымас алдын оған ниет етуіміз керек екендігін, сонымен қатар ниетіміздің тек Алла разылығы үшін болу керек екендігін. Сонымен қатар енді бүгінгі сабақта Құран, жалпы біз қандай да бір белгілі себептермен мүмкін, Құранды қайталауға уақыт таппағанымыз себепті жаттаған аяттарымызды ұмытып қалып жатамыз. Сол кезде мен Құранды, яғни жаттаған Құранымды ұмыттым деп емес, есіңізге салыңыз, ол кезде Құран сізді ұмытты. Себебі неге десеңіздер, бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде келеді. Осындай аятты ұмыттым деуші құрысын, ол негізінде өзі ұмытылған деп. Енді бұл жерден жаңағы имам Науауи ғалымымыз, Алла одан разы болсын, ашықтап түсіндіріп өткен кезде осы хадисті жалпы, яғни Құран аяттарын біз ұмыттық деп ойлағанымызбен, оған немқұрайлық танытқанымыз себепті, ашып күнделікті қайталамағанымыз үшін негізінде Құран бізді ұмыт қалдырады екен. Сондықтан да егер де біз Құран аяттарын ұмыттық дейтін болсақ, онда ол әдепке жат нәрсе болады. Сол үшін де әрбір мұсылманмын деген адам жаттаған аяттарын ұмытпауы тиіс. Ұмытпау үшін де күнделікті оған уақыт бөліп тұруы керек екен. Сонымен қатар осы әдепті ашықтай түсу үшін Таха сүресі 126 аятта келгендей, бисмиллахир-рахманир-рахим, өйткені саған аяттарымыз келген еді, сонда сен оны ұмытқан едің деп айтылады. Яғни бұл жерде де Аллах Тағаладан келген, Аллах Тағаланың сөздері, аяттарын ұмытуға тыйым салып тұр. Бұл өте үлкен жаңағы жауапкершілік. Құранды жаттауға бекінгеннен кейін оны ұмытпауға да бекіну керек. Тек қана жаттап алсам болды, әрі қарай жаңағыдай есімнен кетпейді деп мүлдем ойламаңыз. Себебі Құран аяттары, біз өткен сабақта да айтқан болатынбыз, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадисін келтіре отырып, жаңағы аяқтарын, түйенің иесі сол түйесінің аяқтарын байлап қойғаны сияқты, сол жердегі сізде Құраныңызға бекем болуыңыз керек.
яғни біз барлығымыз қазір сіздерге осылай өзім ислам әдебін, яғни Құран әдептерін түсіндіріп отырғанымен, бұл нәрсені негізінде мен өзіме қатысты айтамын көп жағдайда. Тек қана сіздерге емес, сондықтан сіздермен бірге өзім де бармын. Құран аяттарын ұмытпауымыз керек. Ұмытпау үшін де жаңа айтып өткеніміздей уақыт бөліп отыруымыз керек, құрметті шәкірттер. Енді осы мақсатта біздің арнайы оқытылатын осы Құран курсы, Құран оқуға бір қадам атты. 3,5 жылдан асты. Қазіргі уақытта Аллаға шүкір оқытылып жатқан Құран оқып үйрену курсы бар. 0-ден бастап үйретіледі. Курс жайлы толық ақпарат білгілеріңіз келсе, мен сіздерге төменде жаңағыдай контакт қалдырып кететін боламын. Сол бойынша WhatsApp-қа өтіп, сол жерден толық ақпарат алсаңыздар болады. Енді бүгін Құран аяттарын ұмытпауымыз, яғни жаңа айтып өттік қой. Жалпы Құран жаттап бастағаннан кейін оны ұмытпауға да бекінуіміз керек деп. Демек, Құран жаттағалы тұрған адамның алдында мынадай бір кедергі де болуы мүмкін. Құранды жаттайтын болсам, мен тез ұмытып қаламын. Сол үшін оны ұмытқан адамға үлкен жаңағыдай жаза тағайындалған, немесе жаңағы үлкен жауапкершілік артылған. Сондықтан мен оны ұмытып кеткен, жаттап оны ұмытқаннан қарағанда, оны мүлдем кіріспей қояйын, жаттамай қояйын деген сияқты осындай ойлар да пайда болуы мүмкін. Бірақ сіздерге айтарым, бұл ойлар шайтаннан келетін әузубилля уәсуәсалар деп білуге болады. Неге десеңіз, сіз Құранды алдымен жаттап бастамай тұрып, осындай ойлар келетін болса, ол ойларды керісінше, ол ойларға қарсы тұрып, жоқ, Аллах тағала осы үлкен нығметті маған нәсіп етіп тұр, Аллах тағаланың өзі үйретіп тұр, мен бұны бастап кетейін, және де әрі қарай қанша өмірім болса, сол өмірімде Аллах тағаладан дұға жасап өтемін, осы Құранды ұмытпауым үшін, жаңағыдай ол Құранды ұмытпауыма себепші болатындай орта нәсіп етсін. Сонымен қатар сондай зихн дейміз ғой, Құранды ұмытпайтындай Аллах тағала зейін берсін деп, зейінімді ашық етсін деп, осындай дұғамен әрдайым Құранды ұмытып қаламын деп бастамай жүрмеңіз. Яғни айтқым келгені, оны бастаңыз міндетті түрде жаттауды, және де әрі қарай сіз Аллах тағалаға тапсырыңыз, және де әрдайым қосымша намаздар, нәпіл намаздарыңызды оқып, Аллах тағаладан Құраныңызды, жаттаған Құраныңызды, және де алдағы уақытта жаттайтын Құран аяттарын ұмытпауыңызға, және де осы жолда сізге көмекші болатындай орта нәсіп етуін Аллах тағаладан әрдайым сұрап отырыңыз. Орта деп неге айтып өттім? Жалпы барлық қазіргі уақытта көп нәрселер енді дәлелденіп жатыр ғой, соның ішінде осы адамның ортасы да жалпы тек қана Құран оқу емес, кез келген, мысалға мынадай бір сөздер бар ғой, осы мағынаға келетін. Егер сенің 5 миллионер досың болатын болса, онда сен 6-шысың деген, осындай мағынадағы, кімнің айтқанын дәл қазір ұмытып тұрмын, осындай мағынада сөз бар. Бұл нәрсені жаңаға Құран жаттаушы адамға да алып келіп салыстырмалы түрде айтуға болады. Яғни, егер де сіз Құран жаттап бастасаңыз, Алла қаласа сізге дәл сондай Құран жаттаушы ортада, барынша сол ортада болуға тырысып, немесе сіздің Құраныңызды тексеретіндей ұстаз тауып, сізге көмекші болатындай, сізге әрқашан жаңағыдай түсінбеген жерлеріңізді айтып отыратындай, Құраныңызды тексеріп, ол тапсыруға мүмкіндік беретіндей бір орта қажет. Сіз сияқты Құран жаттаушылардың ортасы болғаны өте жақсы болады. Яғни сізден басқа 4 Құран жаттаушы досыңыз болатын болса, онда сіз 5-шісі боласыз.
бұл өте жаңағыдай өзімнің өмірімде де дәлелденген нәрсе деп, сондықтан да сенімді түрде айта аламын. Осы нәрсеге жаңағы өзіңіздің ортаңызға, Құран жаттап бастағаннан кейін өзіңіздің ортаңызға да аса қатты мән беруіңіз керек. Бұл тақырыпқа қатысты сонымен қатар тағы айта кететін жайт, шыны керек, тақырып өте ауыр тақырып. Себебі әрбір тақырыпты сіздерге жеткізу барысында көп ойланамын. Мен сіздерге тек қана кітап тілімен айтып бергім келмейді. Сонымен қатар өмірде болған өзімнің басымнан өткен оқиғалардан болсын, өмірде жаңағыдай көрген оқиғаларымнан болсын, ұштастырып сіздерге естеріңізде қалатындай, жалпы білім жаңағыдай теориялық және практикалық болады дейді ғой. Теория дегеніміз кітаптың тілімен сізге айтып беретін болсам, онда теориялық болады екен. Егер де практикалық дегеніміз бұл сізге кезінде мектеп жасында ұстаздарымыз айтушы еді ғой, шайнап бердім, енді жұту ғана қалды деген сияқты. Практикалық білім дегеніміз осы нәрсе екен. Яғни айтушы адам, түсіндіруші адам сізге өмірінде көрген мысалдарымен сол тақырыпты барынша ашықтап түсіндіріп өту арқылы сізге тек қана өміріңізде қолдана ары қарай, яғни тақырыпты жеңілдетіп түсіндіріп, ары қарай тек қана өміріңізде қолдана беретіндей етіп түсіндіретін болса, онда ол практикалық ілім деп айтады. Және де сіздерге айтар едім, осындай практикалық ілім үйретіп жатқан ұстаздарды көретін болсаңыз, міндетті түрде ол ұстаздың артынан қалмаңыз. Қана Құранға қатысты немесе дінге қатысты ілім болмаса да, кез келген дүнияви ілімнің өзінде де практикалық түрде, яғни сізге барлығын өміріңізде тек қана қолдана беретіндей етіп түсіндіріп жатқан адамды көретін болсаңыз, ол адамның артынан қалмаңыз. Ол адамды міндетті түрде жаңағы үйретіп жатқан нәрсесін барынша үйреніп алуға тырысыңыз деген болар едім. Неге десеңіз, бұл ілім сізге қазір байқалмайтын шығар, бірақ алдағы уақытта жемісін көрсете бастайды. Себебі практикалық түрде түсіндіретін адам сізге өмірдегі болып жатқан оқиғалармен салыстырып отырып түсіндіреді. Және де сіз сол оқиғаға ұқсас оқиғаларға тап болған кезде жаңағы түсіндірушінің айтып отырған, яғни ұстаздың айтқан оқиғасын есіңізге түсіріп, бірден шешім қабылдайсыз. Сол кездегі айтылған оқиғаны қорыта келіп, сіз сол жерде бірден шешім қабылдайсыз. Білмеймін, мен қазір сіздерге түсіндіре алдым ба? Өздеріңіз қосымша тағы қарап көрсеңіздер болады, теориялық ілім, практикалық ілім деп. Мен сіздерге барынша осы практикалық ілім түрінде түсіндіруге тырысып бағудамын. Тағы осы тақырыпқа қатысты айтқым келгені, жалпы біз ойлап қараңызшы, өмірде мысалға кей кездер болады, бір күні Құранға уақыт бөле алмай қалатын кезіңіз болуы мүмкін, е? Енді мен көп жағдайда әйел кісілерге қатысты айтамын, үйдің шаруасы бар, басқа тірліктер бар. Сол тірліктерден қолымыз босамады деп Құранды оқымай қалуымыз мүмкін. Бірақ өзіміз ойлап қарасақ, көп жағдайда әйел кісілер әсіресе балаға келген кезде, кішкентай балаға келген кезде барлық нәрсені ысырып қойып, сол балаға уақыт таба алады. Тіпті жұмыста жүрген әйел адам болса да, ол баласы ауырып қалған болса, немесе белгілі бір оқиға болған болса баласына қатысты, онда ол жұмыстан да сұранып, яғни жұмысын да ысырып қойып, баласына уақыт бөле алады. Демек, осы жерден бір қорытынды шығады. Біз мұсылман адам ретінде Құран және де Құранды салыстырмалы түрде айтамын қазір, баламыз сияқты көруіміз қажет екен. Өміріміздің бір бөлшегі. Балаңыз сіз үшін кім? Өміріңіздің бір бөлшегі ғой, дұрыс па? Сол үшін де сіз ол нәресте үшін, ол бала үшін барынша уақытыңызды бөлуге тырысасыз. Сол сияқты Құран оқуыңызға да, Құран жаттауыңызға да сіз Құранға, яғни Құран оқуға, жаттауды алмайтын болсақ жарайды, Құран оқудың өзіне күнделікті уақыт бөлуіміз керек екен. Уақыт бөле алу үшін не істеуіміз керек? Жаңа айтып өттік қой, баламыз сияқты қарауымыз керек. Яғни, мысалға, Құран бар деп,
елестетіңіз, міне Құран қолында және балаңыз. Сіз егер де қазір балаңыз жылайтын болса, сіз жүгіріп барасыз оған. Бірақ Құран сізге дауыс шығарып жыламағанымен де, сіз оны саналы түрде, біз оны саналы түрде түсінуіміз керек. Ол біздің оқығанымызды бәрібір де күтеді. Әрине, Аллах тағала мұқтаж емес біздің Құран оқығанымызға, бірақ біздің жан дүниеміз, біздің рухани деңгейіміз мұқтаж. Құран оқу арқылы ол сатылап өседі. Сондықтан да Құран оқуға, Құранды баламыз сияқты көріп, оған да уақыт бөле білуіміз керек. Енді баламен салыстырмалы түрде айтып отырғаным, көп жағдайда осы әйелдер қауымы баласына көп уақыт бөледі, баласына не қажет болса соны алып береді, базарға бару керек болса апарады, ойнататын жеріне де апарады. Бірақ ойлап қараңызшы, жақсы, ол жақсы, мен оны жоққа шығармаймын, олай жасамаңыздар демеймін, бірақ бұл жерде Құранның да бар екенін, ол ертең сіздің осы дүние ақыретіңізде сізге пайда әкелетін нәрсе екенін ұмытпауымыз керек екен. Сондықтан да Құранды балаңыз сияқты көріп, яғни өзіңіздің балаңыз сияқты көріп, оған да уақыт бөлуге тырысыңыз. Егер де миымыздың бір бұрышына осы нәрсені түйіп алатын болсақ, Құран бүгіннен бастап, қазіргі сәттен бастап мен Құран оқуды да дәл балама жүгірген сияқты, балама уақыт бөле алған сияқты, Құран оқуға да уақыт бөлетін боламын бұл сәттен бастап. Мен көп уақыт демеймін, ең аз дегенде күніне 1-ақ бет оқыңыз. Ең аз дегенде, 1 бет оқыңыз, ежелеп оқысаңыз да, өте жүргізіп жақсы оқи алсаңыз, ол тіптен керемет. Ежелеп оқысаңыз да 1 бет оқыңыз. Қанша уақыт кетеді? Жарты сағат уақыт кете ма? Сол жарты сағат уақытыңызды бөліп, күнделікті 1 беттен оқып шығыңыз. Сол кезде сіз тең ұстаған боласыз да, балаңызға да уақыт бөлген боласыз, бірақ екі дүниеде де сізге шапағатшы болатын, сізге жақсылық әкелетін Құранды да оқыған боласыз. Енді осындай Құран жалпы тақырып бізде Құранды ұмыттым демей, Құран мені ұмытты деп айту деген тақырып болатын. Осы тақырыпта, яғни осы тақырыпты, Құран мені ұмытты деген нәрсені ешкімнің басына салмасын Аллах тағала. Аллах тағала Құранды жаттаған құлдарынан етсін, және де оған амал еткен құлдарынан етсін. Және де сол жасап жатқан амалдарымызды шынайы түрде Алла разылығы үшін жасайтын құлдардан етсін. Және де осыған дейінгі оқыған Құрандарымызды, жасаған құлшылықтарымызды Аллах тағала хайырлысымен қабыл етсін. Видео сабақтарды көргеніңіз үшін Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кішігірім ғана уақыт бөліп өтсеңіз, айта өтейін, осы видеоны егер де пайдалы деп тапсаңыз, басқа да өзіңіз білетін, Құранға қызығып жүрген, Құран оқуды қатты қалап жүрген жақын құрбыңызға жіберсеңіз болады. Ол арқылы сіз біздің осындай видеоларымыздың жиі шығуына, сонымен қатар шынайы пайдалы екен біз сіздің қолдауыңыз арқылы білетін боламыз. Сондықтан сіздерден қолдау күтеміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.